2021 жылғы 15 сәуірде Көкшетау қаласында Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік комитетінің Ақмола облысы бойынша департаменті атыс қаруы мен қолдан жасалған жарылғыш құрылғылардың заңсыз жасауға және оларды өткізуге қатысы бар қылмыстық топты жойды. Топтың 3 мүшесі қару мен қолдан жасалған жарылғыш құрылғылардың кезекті партиясын сату кезінде ұсталды. Жасырын цех ұсталғандардың бірінің жеке үйінде болған. Жүргізілген іс-шаралар нәтижесінде заңсыз айналымнан 7 жауынгерлік пистолет, 96 қолдан жасалған жарылғыш құрылғы, 80 патрон, сондай-ақ қару-жарақты модификациялау мен жасауға арналған құралдар алынды. Тергеу жедел іс-шаралары жүргізілуде. Осы жылдың мамыр айында Ресей Федерациясының Қазан қаласында болған қайғылы оқиға қаскүнемдердің қолында атыс қаруы ауыр зардаптарға әкеп соғуы мүмкін екенін көрсетті. Осыған байланысты қарудың заңсыз айналымына қарсы іс-қимыл Қазақстан Республикасы арнаулы және құқық органдарының басым міндеттерінің бірі болып табылады.